Сәлем. Сізде GERD ауыруы бар ма? Егер сізде күйдіру, немесе қышқыл мазмұнның ауызға қайтуы, немесе кеуде ауыруы сияқты белгілер болса, онда сіз өмір салтын өзгерту арқылы белгілерді басқаруыңыз керек. Тамақ пен жату арасында 2-3 сағаттық үзіліс болуын қадағалаңыз. Тамақтан кейін бірден жатпаңыз. Бұл рефлюксті арттырады. Мүмкін болса, тамақтан кейін 2-3 минуттық қысқа серуен жасауға тырысыңыз. Ұйықтағанда басыңыздың көтерілмегеніне көз жеткізіңіз. Белгілерді басқару үшін қосымша жастық, немесе крем жастық қолданыңыз. Рефлюкс белгілерін азайту үшін ащы тағамдардан, қуырылған және майлы тағамдардан, соның ішінде қышқыл мазмұндардан аулақ болыңыз. Себебі олар төменгі өңеш сфинктерін босаңсытуға бейім. Егер осы шараларға қарамастан белгілер сақталса, гастроэнтерологқа кеңес алыңыз. Белгілеріңізді жақсырақ басқару үшін эндоскопия және 24 сағаттық зерттеуін жүргізуіміз мүмкін.